Қыздық перде. Бұл қынап кіреберісінде орналасқан жұқа шырышты қабық қатпары. Адам анатомиясында ол әйел жыныс жүйесінің табиғи құрылымдарының бірі болып саналады. Медициналық тұрғыдан қарағанда бұл құрылымның қызметі, құрылысы және ерекшеліктері ұзақ уақыт бойы зерттеліп келеді. Қазіргі ғылым оның анатомиялық құрылымын нақты түсіндіріп, көптеген мифтер мен қате түсініктерді жоққа шығарады. Қыздық перде қынаптың ішкі каналы мен сыртқы жыныс мүшелерінің арасындағы шекара аймағында орналасады. Ол қынап кіреберісін толық жауып тұрмайды. Керісінше, ортасында немесе шетінде табиғи саңылау болады. Бұл саңылау ағзаның физиологиялық процестері үшін маңызды. Мысалы, етеккір кезінде бөлінетін қан дәл осы саңылау арқылы сыртқа шығады. Эмбриондық даму кезеңінде қыздық перде несеп жыныс синусымен дамып келе жатқан қынаптың түйісу аймағында қалыптасады. Яғни, ол ұрықтың дамуы кезінде пайда болатын уақытша мембрананың қалдығы ретінде қалыптасады. Ұрық дамуының соңғы кезеңдерінде бұл қабық толық жойылып кетпей, жұқа шырышты қатпар ретінде сақталып қалады. Микроскопиялық деңгейде қарастырғанда, қыздық перде бірнеше қабаттан тұрады. Оның сыртқы қабаты көп қабатты жалпақ эпителийден құралған. Бұл эпителий қабаты терінің кейбір бөліктеріне ұқсас келеді, бірақ ол мүйізденбеген болады. Мұндай құрылым шырышты қабықтарға тән. Эпителий қабатының астында дәнекер тіннен тұратын қабат орналасады. Бұл қабатта серпімді талшықтар мен коллаген талшықтары бар. Дәл осы талшықтар қыздық пердеге белгілі бір деңгейде икемділік береді. Яғни, бұл құрылым тек жұқа қабық қана емес, ол белгілі бір дәрежеде созыла алатын тірі тін болып табылады. Сонымен қатар бұл аймақта көптеген ұсақ қан тамырлары орналасқан. Капиллярлар мен шағын артериялар тіндерді қоректік заттармен және оттегімен қамтамасыз етеді. Осы себепті кейбір жағдайларда механикалық әсер болған кезде аз мөлшерде қан бөлінуі мүмкін. Бірақ бұл құбылыс әр адамда әртүрлі болуы мүмкін. Қыздық перде аймағында жүйке талшықтары да кездеседі. Негізінен бұл талшықтар жамбас аймағындағы пудендальды жүйкеден тарайды. Дегенмен бұл аймақтағы сезімталдық салыстырмалы түрде төмен болады. Көптеген жүйке талшықтары негізінен қыздық перденің жиегінде орналасады. Қыздық перденің құрамындағы серпінді талшықтар оның белгілі бір деңгейде созылуына мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда ол механикалық әсерге бейімделіп, жыртылмай созылуы мүмкін. Мұндай қасиет адам ағзасындағы басқа да шырышты қатпарларға ұқсас. Анатомиялық тұрғыдан қыздық перденің пішіні әр адамда әртүрлі болуы қалыпты жағдай. Медициналық әдебиеттерде оның бірнеше негізгі түрі сипатталады. Мысалы, сақина тәрізді, жарты ай тәрізді, жиегі толқынды, немесе бірнеше бөліктерге бөлінген түрлері кездеседі. Бұл айырмашылықтардың барлығы табиғи анатомиялық вариациялар болып саналады. Яғни, белгілі бір дұрыс немесе қалыпты бір ғана форма жоқ. Әр адамның ағзасы ерекше болғандықтан, қыздық перденің пішіні де әртүрлі болуы мүмкін. Сонымен қатар, өмір барысында гормондық өзгерістер де бұл түнге әсер етеді. Әсіресе, эстроген гормонының деңгейі қыздық перденің серпімділігі мен қанмен қамтамасыз етілуіне ықпал етеді. Егер қаласан, мен келесі хабарламада екінші бөлікті жіберемін. Барлық бөліктер бірігіп, шамамен 10 минуттық толық видео мәтін болады. Және бәсекелесіңнің ғылыми түсіндіру стиліне ұқсас болады. Жыныстық жетілу кезеңінде ағзадағы гормондардың деңгейі айтарлықтай өзгереді. Әсіресе эстроген гормонының көбеюі әйел жыныс жүйесінің барлық тіндеріне әсер етеді. Осы кезеңде қыздық перде де белгілі бір өзгерістерге ұшырайды. Оның тіндері жұмсарып, қан тамырларының саны көбейіп, серпімділігі арта түседі. Бұл өзгерістер ағзаның табиғи физиологиялық дамуымен байланысты. Эстроген деңгейі жоғары болған кезде шырышты қабықтар ылғалданып, олардың қорғаныш қасиеттері күшейеді. Бұл тек қыздық пердеге ғана емес, қынаптың ішкі қабырғаларына да тән құбылыс. Мұндай өзгерістер әйел ағзасының репродуктивтік қызметіне дайындықтың бір бөлігі болып табылады. Қыздық перденің икемділігі оның құрамындағы серпінді талшықтардың құрылымына байланысты. Бұл талшықтар тіннің белгілі бір деңгейде созылып, кейін қайта қалыпты күйіне келуіне мүмкіндік береді. Сондықтан медициналық тұрғыдан қыздық перде әрқашан оңай жыртылады деген түсінік дұрыс емес.
Кейбір адамдарда ол өте серпімді болуы мүмкін, және әртүрлі физикалық қозғалыстар кезінде де өзгеріссіз қалуы ықтимал. Кей жағдайларда қыздық перде өте жұқақта болуы мүмкін, ал кей адамдарда керісінше ол қалымырақ әрі тығыз құрылымды болады. Бұл айырмашылықтар генетикалық ерекшеліктерге, гормондық жағдайға және жеке анатомиялық даму ерекшеліктеріне байланысты. Сонымен қатар, қыздық перденің пішіндері де алуан түрлі болады. Ең жиі кездесетін түрі сақина тәрізді немесе анулярлы форма. Мұнда мембрана қынап кіреберісін шеңбер тәрізді қоршап тұрады. Ал жарты ай тәрізді формада мембрана көбіне төменгі бөлігінде орналасып, жоғарғы жағында кеңірек саңылау болады. Кейбір адамдарда қыздық перденің жиегі толқынды немесе шашақ тәрізді болуы мүмкін. Мұндай құрылым медициналық әдебиеттерде фимбриатталған форма деп аталады. Бұл кезде мембрананың шеттері кішкентай қатпарларға бөлініп тұрады. Тағы бір сирек кездесетін түрі септалы қыздық перде. Бұл жағдайда мембрананың ішінде жіңішке тіндік жолақ болады. Ол саңылауды екі бөлікке бөліп тұрады. Көп жағдайда бұл жағдай денсаулыққа қауіп төндірмейді, бірақ кейбір адамдарда ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Ең сирек кездесетін анатомиялық ерекшеліктердің бірі толық жабық қыздық перде. Мұндай жағдайда мембранада табиғи саңылау болмайды. Бұл жағдай медицинада имперфорацияланған қыздық перде деп аталады. Әдетте ол жасөспірім кезеңінде етеккір басталған кезде анықталады. Себебі етеккір қаны сыртқа шыға алмайды. Осындай жағдайларда дәрігерлер шағын хирургиялық процедура жүргізуі мүмкін. Бұл процедура өте қарапайым және қауіпсіз болып саналады. Оның мақсаты мембранада қалыпты саңылау жасау арқылы физиологиялық процестердің дұрыс жүруін қамтамасыз ету. Қыздық перденің қызметі туралы ғылымда нақты бір негізгі функция көрсетілмеген. Көптеген зерттеушілер оны эмбриондық дамудың қалдығы деп санайды. Яғни, ол ағзада маңызды биологиялық рөл атқармайтын құрылымдардың бірі болуы мүмкін. Дегенмен кейбір ғалымдар оның белгілі бір қорғаныштық рөл атқаруы мүмкін деген пікір айтады. Мысалы, бала кезіндегі кезеңде қынап кіреберісін сыртқы әсерлерден белгілі бір деңгейде қорғауы мүмкін деген болжам бар. Бірақ бұл теория толық дәлелденбеген. Қыздық перде динамикалық тін. Бұл дегеніміз оның өмір бойы өзгеріп отыратынын білдіреді. Адамның жасы, гормондық жағдайы, босану факторы және басқа физиологиялық өзгерістер оның құрылымына әсер етуі мүмкін. Мысалы, босанғаннан кейін қыздық перде толықтай жоғалып кетпейді. Керісінше, ол кішкентай шырышты қалдықтар түрінде сақталуы мүмкін. Медициналық терминологияда бұл қалдықтар карункулалар деп аталады. Медициналық тәжірибеде қыздық пердені тексеру кезінде дәрігерлер ең алдымен оның анатомиялық құрылымына назар аударады. Тексеру барысында мембрананың пішіні, тіндердің серпімділігі және қандайда бір патологиялық өзгерістердің бар жоқтығы бағаланады. Қазіргі клиникалық медицинада бұл құрылым адамның жеке өміріне немесе мәдени түсініктерге байланысты емес, тек анатомиялық және физиологиялық тұрғыдан қарастырылады. Ғылыми тұрғыдан алғанда, қыздық перденің күйі адамның өмір салты немесе жеке тәжірибесі туралы нақты ақпарат бермейді. Себебі бұл тін әртүрлі жағдайларда өзгеруі мүмкін. Мысалы, белсенді физикалық жаттығулар, спорт, велосипед тебу, гимнастика немесе басқа да қозғалыстар кезінде мембрана созылып немесе өзгеріске ұшырауы мүмкін. Кейбір адамдарда қыздық перде өте икемді болғандықтан, ол ұзақ уақыт бойы өзінің бастапқы құрылымын сақтай алады. Ал басқа адамдарда керісінше, ол ертерек өзгеруі мүмкін. Сондықтан, медициналық зерттеулер қыздық перденің күйіне қарап, нақты қорытынды жасау ғылыми тұрғыдан дұрыс емес екенін көрсетеді. Қыздық перде тіндерінің ерекше қасиеттерінің бірі, олардың белгілі бір деңгейде өзін-өзі қалпына келтіру қабілеті. Шырышты қабықтардың көпшілігі сияқты, бұл аймақта да жасушалар үнемі жаңарып отырады. Соның арқасында ұсақ жарақаттар немесе механикалық әсерлер уақыт өте келе жазылып кетуі мүмкін. Бұл құбылыс адам ағзасындағы басқа да шырышты қабықтарға тән. Мысалы, ауыз қуысы немесе мұрын қуысының шырышты қабықтарда тез қалпына келу қасиетіне ие. Қыздық пердеде дәл осындай биологиялық механизмдер арқылы жаңарып отырады.
Тағы бір маңызды ерекшелік бұл аймақтағы қан айналымы. Ұсақ капиллярлар мен тамырлар тіндерді қоректік заттармен қамтамасыз етіп, олардың тіршілігін қолдайды. Қан айналымының жақсы болуы тіндердің икемділігін сақтауға және жарақаттан кейін тез жазылуына көмектеседі. Өмірдің әр кезеңінде қыздық перденің құрылымы өзгеріп отырады. Балалық шақта ол жұқалау және нәзік болады. Жыныстық жетілу басталған кезде гормондардың әсерінен оның тіндері қалыңдап, серпімділігі артады. Репродуктивтік жаста бұл құрылым ең икемді күйде болады. Бұл кезеңде эстроген гормоны шырышты қабықтардың ылғалдылығын және қанмен қамтамасыз етілуін күшейтеді. Нәтижесінде тіндер жұмсақ әрі серпімді болады. Ал жас ұлғайған сайын гормон деңгейі біртіндеп төмендей бастайды. Менопауза кезеңінде эстроген мөлшері азайғандықтан шырышты қабықтар жұқарады. Бұл өзгерістер қыздық перде қалдықтарына да әсер етеді. Тіндер біртіндеп жұқарып, кей жағдайда аз байқалатын күйге келеді. Медициналық зерттеулер қыздық перденің анатомиялық ерекшеліктері әр адамда бірегей екенін көрсетеді. Яғни, екі адамның құрылымы толықтай бірдей болуы өте сирек кездеседі. Бұл адам ағзасының жалпы анатомиялық әртүрлілігімен байланысты. Сондықтан дәрігерлер үшін ең маңыздысы тіндердің қалыпты жағдайы мен денсаулығын бағалау. Егер қандай да бір қабыну, жарақат немесе ерекше өзгерістер байқалса, онда қосымша тексерулер жүргізілуі мүмкін. Кей жағдайларда сирек кездесетін даму ерекшеліктері анықталуы мүмкін. Мысалы, мембрананың шамадан тыс қалың болуы немесе бірнеше бөлімдерге бөлінуі кейбір физиологиялық қиындықтар тудыруы мүмкін. Мұндай жағдайларда гинеколог мамандар шағын медициналық процедуралар арқылы мәселені оңай шешеді. Қазіргі медицина қыздық пердені әйел ағзасының қалыпты анатомиялық бөлігі ретінде қарастырады. Ол ерекше немесе құпия құрылым емес. Керісінше, адам денесінің басқа да шырышты қабықтар сияқты табиғи тін болып табылады. Ғылыми білімнің дамуы бұл құрылым туралы бұрыннан қалыптасқан көптеген қате түсініктерді түзетуге мүмкіндік берді. Дәрігерлер мен зерттеушілердің негізгі мақсаты адам ағзасын ғылыми деректерге сүйене отырып түсіндіру және дұрыс медициналық ақпарат беру. Қорытындылай келе, қыздық перде динамикалық, өзгермелі және әр адамда өзіндік ерекшеліктері бар анатомиялық құрылым. Оның пішіні, қалыңдығы, серпімділігі және орналасуы көптеген факторларға байланысты болуы мүмкін. Бұл факторларға генетика, гормондық жағдай, жас ерекшелігі және физиологиялық өзгерістер жатады. Адам анатомиясын дұрыс түсіну медициналық білімнің маңызды бөлігі. Ғылыми тұрғыдан нақты әрі дәл ақпарат беру қоғамдағы көптеген мифтердің жойылуына көмектеседі. Ал дәлелдерге негізделген медицина әрқашан адам денсаулығын қорғауға және дұрыс түсінік қалыптастыруға бағытталған.